Армысыздар, құрметті телекөрермен, арнада көзбе-көз сөзбе-сөз хабары. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі Қызылорда облыс бойынша департаментінің бас маманы Ысқақов Мұрат Бектұрғанбекұлы. Мұрат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қандай да бір мемлекеттің экономикасы шағын және орта бизнеске бағытталғаны белгілі. Осы тарапта мемлекет тарапынан бизнеске жол жобасы жүзеге асырылып жатқаны баршаға аян. Осы тұста агенттік тарапынан жоба аясында қандай жобалар жүзеге асып жатыр? Саламатсыз ба? Бүгінгі студияға қонаққа шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Қайырлы күн. Сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, бизнесті қорғау бағытында, бизнеске көмектесу бағытында, яғни дамуына үлес қосу бағытында мемлекетпен бірқатар шаралар қабылдануда. Оның ішінде біздің агенттікпен сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігімен бизнеске жол атты жоба іске асып қазір жүргізілуде. Бұл жоба аясында қазіргі таңда біздің облыста, оның ішінде департаментпен әрине кәсіпкерлермен емін-еркін форматта кездесу жүргізіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы осы құқықтарын қорғау шаралары жүргізілуде. Оны айта өтетін болсақ, бүгінгі күнге нақты 15 кәсіпкердің құқықтары мен заңды мүдделері қорғалды. Соның ішінде бізде атап өтетіні осы мемлекеттік сатып алу және жер салалары, архитектура, қала және сәулет құрылысы салаларында біршама әкімшілік кедергілердің бары анықталды. Әрине ол кей жағдайда мемлекеттік қызметші немесе сол жердегі мамандардың кәсіпқойлығына да байланысты болады. Екінші тұрғыда өкінішке орай ол бізде заң нормаларының дұрыс, яғни трактовка деп айтамыз, дұрыс оқылмауы. Әркім дискрециялық нормалардың болуы салдарынан болып жатады. Жалпы енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, біздің облысымызда түрлі кедергілер бар. Осы бизнеске жол жобасы аясында қандай кедергілер болып жатыр? Жаңағы өзіңіз атап өткеннен бөлек не мақсаттан жүзеге асып кетуіне кедергілер тап болуда? Айтып өткенімдей, бізде бизнес жүргізу барысында кедергілердің түрі көп. Ең бастысы ол кәсіпкерлер тарапынан, мысалға айтып өтейік, бизнесті қалай бастау керек? Қаржылық қолдауды қайдан алу керек? Немесе несие болсын, субсидия болсын, оны көп жағдайда өкінішке орай тұрғындарымыз, кәсіпкерлеріміз, жастарымыз біле бермейді. Бірақ қазіргі таңда қаржылық институттармен жарнамалау жұмыстары, яғни түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дей тұрғанмен де ең бастысы, яғни бизнесті, кәсіпті бастауға көп жағдайда біздің өлкеде ол батылдық жетіспейді. Ал батылдығы жетіп осы бизнесті жүргізу барысында, жаңа өзіңіз айтқандай, мемлекеттік органдар емес ұйымдар тарапынан кей жағдайда енді қолдан істеу болуы мүмкін, кейбір жаңа айтып өткен дискрециялық нормалар болуы мүмкін, осындай кедергілер болады. Мысал ретінде біреуін атап өтсем, бізде қазір өзіңіз білесіз, жер саласы, өзі қазақта айтады ғой, өзі жердің дауы, жесір дауы деп, ол өмір бойы бітпейтін дау. Соның бірі осы кәсіпкерлік саласында. Яғни кәсіпкер белгілі бір жерді алады, 3 жылға, 5 жылға дегендей пайдалану барысында оны ұзарту керек. Немесе пайдалану барысында түрлі себептермен ұзарту, яғни пайдалану барысында ұзартқысы келген жағдайда кедергі болған, яғни Қызылорда қалалық жер қатынастар бөлім тарапынан заңды дұрыс талқыламау, түсінбеу аясында заңда көзделмеген нормалар қолданылған. Мысалы ретінде ол жер учаскесін бөлу және табыстау жөніндегі жер комиссиясы деп айтамыз, қысқаша жер комиссиясының құзыретін пайдаланған. Алайда ол Қазақстан Республикасының жер кодексінің талаптарына сәйкес бұндай жер учаскесін, кәсіпкерлік жер учаскелерін пайдалану мерзімін ұзарту барысында бұл институттың қажеті жоқ болатын. Осы орайда кәсіпкерлеріміз бір емес бірнеше кәсіпкер болатын. Осы кәсіпкерлеріміздің құқықтары қорғалды. Яғни осы біздің департаменттің араласуымен қазіргі таңда
аталған кәсіпкерлердің жер учаскелерін пайдалану мерзімдері ұзартылды деп айтуға, толық сеніммен айтуға болады. Тұрғындар тарапына шешім қабылданды. Әрине, кәсіпкерлердің, бұл жерде кәсіпкердің мүддесі, кәсіпкердің пайдаланатын жер учаскесін пайдалану мерзімі ұзартылды заңға сәйкес. Жалпы енді агенттік тарапынан қолдау тапқан бизнеске жол жобасы аясында қандай жобалар сіздерге келіп түсуде және қанша? Қазіргі таңда жаңа өзім айтып өткендей, бүгінгі күні арыз шағымдар, ұсыныс пікірлер түсуде. Оның көп жағдайда, оның жүйелік жағдайы бізде зерделенеді қаншалықты. Екінші, проблемалық мәселелер туындайды, әрине. Бұл жерде бізде мемлекеттік сатып алу, жаңа айтып өткендей, жер саласы, сәулет, бізде бір өтініштер болды, медицина саласы мысалға, жедел скорый помощь деп айтамыз ғой, жедел көмек көрсету. Жедел көмек көрсету қызметінің кәсіпкерге осы жедел көмек көрсету бағытында қоңырауларды уақытында түсірмеу деген сияқты бір кедергілер туындаған. Оны біз облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп, жан-жақты келіссөздер жүргізу арқылы кәсіпкердің мүддесін қорғадық. Не бір осындай бір ішінара кейстарды атап өткен дұрыс. Одан бөлек бізде тағы да логистика саласында қиыршық тастарды тасымалдау бағытында жүк вагондарын бөлінбеу мәселесі көтерілген. Әрине, ол тұста республика бойынша вагон жетіспеушілігі белгілі болды. Теледардан да естідік. Дегенмен де департамент тарапынан КТТ деген мекеме бар, көлік трансферс, көлік қызметі. Сол мекемеге біз тиісті қатынас хаттар түсіріп, аталған мәселені бірлесіп шешкен жайлар кездескен. Жалпы енді агенттік тарапынан осындай 90-на немесе жылына қанша істі жаңағындай кәсіпкердің тарапына болсын, тұрғындардың тарапына болсын, оң шешуіне ықпал жасалып келе жатыр? Сұрағыңыз өте орынды. Қазіргі таңда осы жоба ашылғалы, осы жыл басынан бері атап өткенімдей 15 кейс деп айтамыз өзіміздің тілде. Яғни 15 бір белгілі осы кәсіпкердің, яғни 15 кәсіп жүргізіп отырған, ол кәсіпкер болсын, ТО болсын, АО болсын, меншік иелерінің кәсіптеріне алға басуына үлкен септігін тигіздік. Кез келген мемлекетте, дамыған елдер болсын, көш қалған мемлекеттер болсын, немесе басқа да өңірлерде жемқорлық фактілері тіркеліп жатады. Оның қатарында біздің Қызылорда облыста кемде қалып жатқан жоқ. Жемқорлық фактілері көбінесе қай салаларда көптеп тіркеледі? Бізде департаментте превенция басқармасымен жалпы жылдың қорытындысымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізіледі. Соның нәтижесімен бізде облыс бойынша 37 қылмыстық іс қозғалғаны белгілі болған. Оның ішінде бөліп айтатын болсақ, көп кездескен сұрағыңызға сәйкес, ол ең бірінші білім саласы, екінші спорт, ішкі істер және мемлекеттік сатып алу, ары қарай енді біреу-екеуден кете береді, ең бастысы. Дегенмен де енді жемқорлық фактісі бойынша біздің Қызылорда облысына білім, бірінші орында көш бастап тұрған жемқорлық. Не себепті бұл салада, яғни басқармада, бөлімде болмаса, жемқорлықтың фактісі кең жайылып кеткен? Себебін анықтау барысында жұмыс жасадыңыздар ма? Бізде сұрағыңыз өте орынды. Білім саласында арасында да қазір өздеріңізге белгілі резонансты істер қазір жүргізілуде. Ол мектеп қабырғасы аясында жүргізіліп отқан осы жағдайлар. Одан бөлек бізде осы бүгінгі тақырыпқа сәйкес айтатын болсам, бізде кәсіпкердің арыздары, бірнеше кәсіпкердің арыздары бойынша бізде 99 жеке балабақшаның құқығы қорғалған. Ол мәселе бізде өздеріңіз білесіз, бизнес көрсету барысында үкімет, біздің яғни мемлекетіміз жақсы бір қолдаудың бірі ол жан басына шаққандағы қаржыландыру мәселесімен айналысады. Шамамен 57 мың шамасында әр балаға балабақшадағы қаражат төлеумен айналысады. Соның барысында
яғни оның ішіне баланың тамағы, яғни тәрбиелеушінің айлығы деген сияқты басқа да мәселелер қарастырылған. Соның ішінде нақтырақ айтқан кезде ол тәрбиеленушінің айлығы кем есептелу, яғни ол сағаттыққа бөлген кезде, мысалға өзіміз баланы мысалы кеш азанға 8-де апарып, кешкі 11-де апаратын болсақ, 9 сағат, 10,5 сағат деген түсінік бар, 6,5-ға дейін, яғни 5-ке дейін деп. Кей садиктер, жекеменшік балабақшалар сағат 6,5-ға дейін қызмет көрсеткен, алайда ол үкіметтен, яғни мемлекеттен сағат 5-ке дейінгі көмекті ғана алып отқан. Яғни біршама кәсіпкерлер көтеріліп, осы мәселелерді бізге жеткізді. Біз тиісті органдармен, оның ішінде білім басқармасы бар, атамекен палатасы бар. Осы мектепке дейінгі білім саласындағы ассоциация өкілдерімен үлкен бірнеше кездесулер өткізіп, жақсы бір келіссөзге келіп, нәтижесінде аталған балабақшаларға осы қаражатты алу мәселесін қарастырып бердік. Жалпы онда агенттіктің қазіргі таңда атқарып жатқан жұмыстарына тоқталыңызшы, қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай кеңестер өткізілуде, қандай тренинг, семинарлар, болмаса қандай бағыттағы келген тұрғындар сіздерге көмекке зәру? Бізде қазіргі таңда агенттікпен ең бастысы тұрғындармен, оның ішінде кәсіпкерлермен кездесу. Жаңа өзіңіз кездесудің басында айтып өткеніңіздей, осы жеке кәсіпкерлер, ара кәсіпкерлер, яғни үлкен кәсіп, орта кәсіп иелерімен көп кездесу ұйымдастыру. Сол тек қана кездесіп қана қоймай, сол кісілердің мұң-мұқтажын, шағымдарын тыңдап, сол бойынша біз тиісті заң шеңберінде шара қолдану. Яғни шара қолдану болып есеп қабылданады. Бүгінгі күні агенттікпен біз жаңа айтып өткенімдей, жылдың басынан бері 32 кездесу өткіздік, 500-ге жуық кәсіпкерлермен кездестік. Әрине жақсы айтып өттіңіз, кездескен адамның бәрі бір ақпарат беріп, қысылғанын, қымжылғанын, қиналып жатқанын жеткізбейді. Сондықтан әр кәсіпкермен жеке дара оның, яғни ситуациясына деп айтады ғой, жағдайына кіріп, мүмкіндігімізше осы мәліметтерді білуге тырысамыз. Яғни кей жағдайда болады, кәсіпкер өзінің жағдайын айтып бастайды да, әрі қарай тоқтап қалады. Тоқтап қалу себебі, өйткені өзінің барып тұрған мемлекеттік орган немесе дотация алып отқан мемлекеттік органнан ол жапа шегіп қалам ба деп ойлайды. Міне осындай жағдайлар бар. Ал көп жағдайда көбісі бізде оңтүстікке тән қасиет деп ойлаймын, енді өзім жеке басым. Кәдімгідей тығырыққа тіреліп, барар жері болмай, шырылдаған кезде барып келеді кәсіпкерлер көп жағдайда. Жалпы енді кәсіпкерлер сіздерден көмек сұрайды, оны шешуге тырысасыздар. Болмаса, болады бір қадалған жерлеріне қадалмайтын кейбір құзырлы орган, болмаса мекеме, болмаса бөлімдер болады. Сол бір кәсіпкерліктің түбіне түсіп алып, оны түп тамырына дейін құртпайынша болмайтын жағдайлар болып жасырын емес, бүкіл мемлекетте, елде, республикада болып жатқан жағдаяттар. Осындайлар бар ма? Бір емес, бірнеше рет сіздерге көмектеріңізге зәру? Бізде қазіргі таңда МД Строй Групп деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік бар. Қазіргі таңда 21 жылдың осы күз айынан бері мемлекеттік сатып алудан жеңімпаз болған, тиісті жұмыс атқарған, нәтижесі жұмыс қабылданбаған, жосықсызға кеткен. Одан кейін де осы бірнеше соттасу процестері бар. Біздің госорганға жүгініп, осы жылдың басында осы жоба аясында біз қазіргі таңда кезең-кезеңмен заң шеңберінде ол кісінің мәселесін шешу барысындамыз. Өйтіп айтып отқан себебіміз, жаңа өзіңіз айтқандай, құрылыс саласы болғандықтан мемлекеттік ГАСК деп айтамыз, құрылыс қадағалау мекемелері немесе аудит мекемелерінен сол кездері тиісті жауаптарын ала алмаған болатын. Қазіргі таңда департаменттің араласуымен тиісті органдардан жауаптар алынып, қазір аталған кәсіпкер өзінің қорғау жұмыстарын әлде де жалғастыруда. Әрине ол алдағы уақытта әлі де болса сот органдарымен тиісті шешім қабылданатын болады. Бірақ біздің департамент тарапынан осы жоба аясында
барлық сүйемелдеу жұмыстары жүргізілетін болады. Жалпы енді анау жемқорлықтың алдын алу цифрландыруға байланысты деп жатыр. Кейін не нәрсені болсын цифрландыруға көшіп, мынау енді өзіміздің қаламыздағы қоғамдық көліктердегі ақы төлеуді де осы цифрландыруға көшіріп жатыр. Осы жемқорлықтың алдын алу үшін цифрландыру қаншалықты өзінің жемісін береді деп ойлайсыз? Цифрландыру әрине қазіргі таңда өте қуанышты жағдай, қуанатын жайт. Мысалға қазір қоғамдық автокөлікке мінсек, қалтамызды төңкеріп жатпаймыз, зачет алып, берші алып жіберіп жатпаймыз, QR кодты енгіземіз да, жаңа өзіңіз айтқандай. Ақшамыз төлейміз, барлығы тыныш. Ең бірінші бұл жерде көлеңкелі экономика жоқ, яғни оны көлеңкелі экономиканың алдын алу жұмысы жүргізілді. Бұл жағдайда да әр салаға тыңғылықты зерттеулер талап етеді, бірақ жаңа мен өзім айтып өткендей, бізде әр қазаншының өзі біледі дейді ғой, құлағын қайдан шығарсаң да. Сол сияқты осы бізде мемлекеттік органда ұйымда отырған азаматтар, яғни ол кісі қандай қызметкер болса да, ол кісі өз саласының майталманы болып есептеледі. Сырттан тәуелді болып, немесе бір кәсіпкер, немесе тұрғын келді ма, егер дискрециялық өкілеттігі болып тұрса, яғни заңның бір түсініксіз құқығы бар, немесе мүмкін деген жағдайлар болып тұрса, ол өз дегеніне шешу қаупі бар. Міне осындай жағдайлардан бізде кері қарсы түсінік пайда болады. Яғни нақты айтқан кезде бас тартулар көбейеді. Отказ деп айтамыз, мысалға, қандай мемлекеттік қызмет болмасын. Қазір өзіңізге белгілі, ол мемлекеттік қызметтердің өзін қазір цифрландыру жүргізіп отыр. Бүйтіп айтып отырған себебіміз, кезінде өздеріңіз білесіздер, қай жерде тұратын справканы, яғни мекен-жай справкасын алу үшін кезінде әкімдіктің, поселоктың, елді мекеннің есігін қағатын болатынбыз. Қазір бір рахат дүние деп айтса болды. Еш жаққа шықпайсыз, мобильный банкингтен аласыз да, оны телеграмме бере саласыз. Қазірде де жаңа айтып өткендей, бұл тек қана, мысалға, мен миграция саласында айтып отырсам, мысалға, білім саласында да бізде үлкен өзгеріске енгізілу керек. Ол, мысалға, жаңа айтып отқан ұлттық НОБД деп айтамыз, ұлттық база бар, осы дерек қоры, балалардың қалыптасуы. Ол тіпті садиктен бастап баланың мектепке барғаны, университетте оқығаны, ары қарай білімдер бәрі тізіліп тұрады. Қазіргі таңда бізде жақын арада дипломдарға байланысты, яғни мониторинг жүргізілген болатын, жалған дипломға байланысты. Сол жерде біз анықтағанымыз, тиісті бір білім министрлігіне қарасты бұл ойлап табылған, яғни ақпараттық платформа. Бірақ оған, мысалға, менің немесе сіздің дипломымызды енгізсек, ояқтан біздің дипломымыз расталып шықпайды. Ал бірақ ол жазылған, ода, что негізінде оған берілді. Растауға мүмкіндігі бар. Мысалға, жаңа айтып өткеніңіздей, түрлі госорганға хат жазып отпайсыз. Өзің шаршамайсың, оны хат жазатын адам шаршамайды сізге жауабын алып. Енгіздіңіз, өзіңіздің иініңізді білдіңіз. Міне, әр салада да осындай дүние болу керек. Қазір енді, Құдайға шүкір, елімізде цифрландыру бойынша жақсы көрсеткіштерге ие. Мысалы, QR код арқылы өзіңнің арыз-шағымыңды жазғанның өзі не тұрады. Қалам алып, әр жерге жүріп бармаймыз. Өтінішке өтініш жазсақ та, мысалға, қарап отырсаңыз, оның өзі ұялы телефон арқылы шешілетін дүние. Осы тұрғыда айтып өтейін, цифровизация деп. Қазіргі таңда енді біз осы жобаны барлығы жарнамалау әдістерінің бірінде ретінде біз QR код арнайы әзірледік. Сол QR код арқылы кәсіпкерлер өзінің тек қана шағымын емес, пікірін емес, өзінің, яғни осы қоғам дамытуға байланысты, яғни жаңа өзіңіз айтқан кедергілерді қалай жоюға болады, қалай цифрландыруға болады, сол сияқты ұсыныстарын, яғни өтініштерін беру мақсатында осы QR код бізде қазіргі таңда департамент қабырғасынан бастап халық көп шоғырланған аймақтарға ілінді. Жаңа өзіңіздің сөзіңізде айта кеттіңіз, жалған диплом, жалған құжат. Ондай фактілер біздің өңірде тіркелді ма? Тіркеліп жатыр ма? Біздің өңірде ол тіркелді. Жалпы одан кейін жаңа айтып жатырсыз, цифрландыру жақсы әрине. Үйде отырып бір құрылғы арқылы барлығын басқаруға болады, керек құжаттың барлығын алуға болады. Дегенмен де шалғай елді мекендер бар. Ол кісілерге бұл цифрландыру әлі бара қойғанда жоқ, болмаса интернет желі әлі дамымаған.
осы тұста ол кісілердің қандай да бір кедергіге тап болуы мүмкін ба? Әрине, интернет болмаған жерде қандай цифрландыру туралы әңгіме айтуға болады. Бұл жерде цифрландыру емес, ол кісі қағазбен жүру дәуірінде жүреді ғой. Қазір мысалға қай сала болмасын, ол цифрландыруға жатады ғой. Қай сала болмасын. Ол өзіңіз айтқандай елді мекенде де барлық дүниелер, мысалға дәл сол қалада жүріп отқан дүниелер ғой. Сондықтан кешенді шаралар қабылдау керек, ол бойынша. Жалпы елді мекен түгілі біздің қалаға қарасты ауылдардың өзіне барған кезде ұялы байланыс телефондарын дұрыс интернет тартпайды. Шалғай елді мекендерді айтпағанда. Онда ол кісілерге, ауылдағы кісілерге әлі цифрландыруды айту ерте. Осы тұста жемқорлықты нақты жоюдың фактісі болып санала ма бұл цифрландыру? Қағаз басшылықтан арылтады, уақытты тиімді пайдаланады. Дегенмен де жемқорлықты түбегейлі істейтін адам кез келген жерде 5 деп жазудың орнына 10 деп жазу мүмкін компьютер арқылы. Бұл тұрғыда не дейсіз? Мен бір ғана нәрсені білемін, Найзира Қажытайқызы. Адамнан айырыласпайды. Иә. Ол кісінің қолын байлап қойсаңыз, ол аузымен айтады. Әрине. Аузын байлап қойсаңыз, қолымен істер. Сондықтан да әжемнің жақсы сөзі бар, қалтаңды тігіп жүр, аузыңды жауып жүр дегендей. Сондықтан ең бастысы біздің қоғамда ең керегі ол парасаттылық. Парасаттылық, әділдік. Бізде өкінішке орай, енді сапармен немесе бір түрлі шараларда болған кезде, Қызылордадан деп айтсаң, бізді мысалға енді сыбайлас жемқорлыққа жақын тұрады деп ойлайды. Қай-қайсымызда болмасын. Тіпті сіз таксист болсаңыз да, тіпті сіз қарапайым тұрғын немесе мемлекеттік қызметкер болсаңыз да. Неге оларда ондай түсінік қалыптасқан? Мәселен Астанада. А бірақ арасында да көпке түкіруге болмайды ғой. Әрине. Ол кәсіпкер болсын мысалға, адал кәсібін жүргізген азамат болса, әрине ол намысын тобалағанмен бірдей ғой. Сондықтан да бізден жаңа айтып өткендей, бізде ең бастысы осы ұлттық идеологияны қалыптастыру керек. Бізде ұлттық идеология қалыптастыру барысында осы жаңа жақсы атап өттіңіз өзіңізде цифровизация. Яғни қазір әлеуметтік желіде бізде департаменттің атқарылып жатқан жүйесі жұмыстары, яғни сыбайлас жемқорлыққа байланысты, алдын алуға байланысты бізде арнайы контенттер, видеороликтер, хабарламалар, түрлі плакаттар хабарландыруда. Оның үстіне бізде осы 1424 ең басты нөміріміз осы. Өзіңіз айтып өткендей, қандай да бір құқықтық қылмыстық немесе заң бұзушылықтар болатын болса, мүмкін болатын жағдай болатын болса, орын алып жатқан, онда аталған нөмірге хабарласып, азамат өзінің ойын білдіре алады. Жалпы енді департаменттің, агенттіктің алдыға қойған мақсаттары қандай қазіргі таңда? Қазіргі таңда агенттіктің басты мақсаты ол әділ бәсекелестікті қалыптастыру. Біздің мемлекет басшысының айтқандай, кәсіпті дамытпай ел дамымайды. Әрине, кәсіп даму үшін ол адал бәсекелестік болу керек. Ол кәсіпкер екенмін деп тұрғынның, басқа кәсіпкердің мүддесінің құқығын таптап өтуге болмайды. Бұл жерде елдің, яғни халықтың үлкен мүддесі тұр. Қазақшалап айтқан кезде ол ұрпақтың жалғасы. Мысалға, сапасыз өнім туындаса, әрине одан сапасыз ертең басқа жатқа ұшырайтын жағдайлар болуы мүмкін. Кеше мысалға қарап отырсаңыз, осындай кәсіпкерліктің саласын Түркия елі жер сілкінісі қалай жарнамаланды мысалға қарап отырсаңыз. Қағаздан салған карточный домик сияқты мысалға. Қағаз үйлер сияқты бәрі шыртсын алады. Алла осынайдан сақтасын. Ең бастысы бізде заң шеңберінде тиісті яғни бәсекелестікті қорғау. Енді хабарымызды қорытындылай келе, өзіңізді көріп отырған көрермендердің қаперіне нені сала кеткенді жөн санайсыз? Ең басы жаңа әрбір сөздің тобықтай түйіні болады демекші. Біздің осы студияға келіп отырған мақсаттарымыздың ең бастысы ол халыққа жеткізу, оның ішінде кәсіпкерлерге жеткізу. Халықтың бәрі кәсіпкер емес қой. Жаңа айтып өттім ғой, адам кәсібін бастағысы келсе, қазіргі таңда бізде қолымызда ұялы телефон бар, құдайға шүкір, әрқайсымыздың компьютері бар, содан Google-дан теріп, немесе Яндекс арқылы өзінің сұранысын жазу. Кәсіпті қалай ашам, оны қалай жүргізем. Тіпті кәсіпті жүргізіп жатқан кәсіпкерлер болатын болса, соның негізінде
қандай кедергі болған кезде қандай органға шағымданамын деген сияқты сәл ізденсе. Міне ең біріншілердің бірі болып осы антикор органдары тұрады мәселе. Сондықтан ең бастысы кәсіпкерлерге айтарым, кәсіп жүргізу барысында қорықпай, байсалмай, кәдімгідей өзінің ойын, ашық пікірін, ең бастысы азаматтық позициясын емін-еркін түрде жеткізу біздің органға. Әрі қарай тиісті жоба жетекшілерімен, жоба жүргізушілермен кездесіп, әрине оның аталған кәсіпкердің мәселесін жан-жақты пішіп, оны сүйемелдеуге дайынбыз. Ең бастысы тағы да айтып өтейін, қандай да кәсіпкер болмасын, жоба жүргізу барысында біздің антикор орталығы бар, Желтоқсан көшесі 156, немесе бізде WhatsApp нөмірлер бар. Тиісті осы WhatsApp нөмірлер бізде қазір бағана айтып өткендей электронды, яғни сайттарға, ресми сайттарға, инстаграмдарға, парақшаларға, фейсбуктарға жарияланған. Тиісті сілтемелерге кіріп, өз ұсыныс, арыз пікірін тіпті келмей жағдайтын болатын болса, электронды поштаға салу мүмкіндіктері бар. Арнайы уақыт бөліп студияға келгеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.